Сәлем оқушылар, бүгін біз сіздермен Паскаль заңы бойынша демонстрациялық жұмыс жүргізетін боламыз. Паскаль заңы дегеніміз не? Яғни Паскаль заңы ол бізде сұйыққа немесе газға түсірілетін қысым барлық бағыт бойынша біркелкі таралуын айтамыз. Және де осы бізге тәжірибемізге керекті құрал-жабдықтар Паскаль вазасы, және де кәдімгі су, және де бояу керек болады. Сонымен тәжірибемізді бастаймыз. Бірінші қадам бояуды суға араластырмаламыз. Себебі Паскаль вазасында суымыз анық көріну үшін бояу араластырамыз. Келесі дайын болған суымызды Паскаль вазасына құйып, нәтижені байқаймыз. Нәтижеде көріп тұрғандарыңыздай, сұйықтық ыдыс пішініне қарамастан бірдей биіктікті алды. Яғни, сұйыққа немесе газға түсірілген қысым барлық бағыт бойынша өзгеріссіз берілетіндігін тәжірибемен дәлелдедік. Бұл құбылыс гидростатикалық қысымның формуласымен түсіндіріледі. P тең ρ G H. Яғни, сұйықтықтың ыдыс түбіне түсірілетін қысымы сұйық массасы мен салмағына тәуелді емес, ол тек қана сұйық тығыздығына және сұйық бағанның биіктігіне тәуелді. Бұл суретте гидравликалық көтергіштің қалай жұмыс істейтіні көрсетілген. Сол жақтағы кішкентай поршенге аз ғана F1 күші түсіріледі. Бұл күш сұйықтыққа беріледі және сұйықтықтағы қысым барлық бағытта бірдей таралады. Егер үлкен поршеннің ауданы А2 кішісінен 10 есе үлкен болса, онда үлкен поршендегі күш те 10 есе артады. Осылайша біз аз ғана күш қолданып, ауыр затты, мысалы машинаны көтере аламыз. Бұл Паскаль заңының принципі. Сонымен оқушылар, бүгін біз осы тәжірибені жүргізу барысында сұйыққа түсірілген қысым барлық бағытта бірдей тарайтындығын көрдік, және де сұйықтың деңгейі ол бізде ыдыстың пішініне тәуелді емес, тек сұйықтықтың биіктігі мен тығыздығына байланысты екендігін білдік. Және де Паскаль заңы ол теориялық қана емес, өмірде де техникада да кеңінен қолданылатындығын білдік. Сіздермен болған Динара, сау болыңыздар.